Адам өмірінің стереотипі. Дүние есігін аштың, бақшаға, мектепке бардың, білім алдың, отбасын құрдың, жұмыс істедің, балалы шағалы болдың, одан кейін тіршілік есігін қайта жаптың. Болды. Баршаға ян әлеуметтік стандарт осындай. Алайда бұл стандарттың кедірі мен бұдыры ой шұңқыры көп. Өрекпіп соғатын дүлей дауылы да бар. Біреулер ығында, біреулер өтінде қалады. Өтінде қалғандарға өлмес үшін өршелене алға ұмтылуды өмірдің өзі үйретеді. Қытайда айтпа дейді. Неге айтпа дейді? Кім айтпа дейді? Мен айтып, айта берем ба? Айта беріңіз, иә. Мынаны не ұрақ дейміз әлгі. Бұл сәруардың ұмытшақтығы емес, ұяңдығы. Әйтсе де ол соншалықты ұяң да емес. Керек жерінде қасқайып қарсы тұрады, қайыспай қауқарланады, ерінбей еңбектене де біледі. Ең ұнатпайтын нәрсесі масылдық. Ой, мына кереткеде шөп дегенің мынандай жапырақ шөптер өніп кетіпті, бұған қарамаса бұл да жақсы өнім бермейді ғой. Бұны әуре болып қайтесіз? Арзан дүкеннен ақ сатып ала салмайсыз ба картопты? Жоға, бұл бір жағы денсаулыққа жақсы көмектеседі, бір жағы осыменен біраз тіршілік етіп, балалардың қолына қарамай дегендей. Осындай денсаулығының барлығында өстіп еңбек етіп ерінбей, елге алақан жаймай дегендей, осындай еңбекпенен шұғылалып жүрмін енді. Сол осы гүлдерін жұлып тастау керек. Болмаса түбіл көмей қалады. Сәруар өткен ғасырда тағдыр айдап Талдықорғаннан Қытайға ауған наймандардың ұрпағы. Ол кезде анасының өзі 6 жаста болған екен. Біздің кейіпкеріміз жат елде туып өсті. 8 сыныпты ұйғырша, қалған 2 сыныпты қазақша оқып бітіргесін қыз алып қашу дәстүрінің құрбанына айналған. 29 жасында Қапияда күйеуінен ажырап қалған Сәруар, үлкені 9-да, кенжесі 6 айлық 5 жетімді құшақтаған күйі аңырап қала берді. Ендігі жердегі тұрмыстың бар ауыртпашылығы өз мойнында болды. 1,5 миллиард Қытайдың ішінде тамақ табу қияметтің қиыны. Көрген азабын жауына да тілемес. Тіпті есіне түссе азап ойы қаза тұрады. Бұл істемеген қара жұмыс қалды ма десеңізші. Диқаншы да болды. Алып сатумен де айналысты. Арқа еті арша, борбай еті борша бола жүріп, 5 перзентін желкесінен тістеп жетілдірді. Бәріне төзді. Бәріне көнді, өзін жоғалтпады. Мен зейнеткер адаммын. Тона тандырған нан жауып, табыс көзін ашып, жұмыс істеп, пұл тауып, күнкөрісімді осылай өткізіп жатырмын. Наным деген жақсы өтті, 2 жылдай нан жаптым. Бірінші рет со базарға апарып дүкендерге салдым. Одан дәмін көргеннен кейін өздер ой, Лебай 19-да бір апа бар екен, наны дәмді екен деп көп қаридарлар келіп, жақсы, наным жақсы өтті. Бір күлчемді 250 теңгеден саттым. Бір жапқанда 90 наннан жауып отырдым. Кейде 100-ге жеткізем. Еңбек кезінде, чөп кезінде, жұмыс қауырт кезінде жақсы өтіп тұрды наным. Есің барда еліңді тап. Ата-бабаңның елімен жеріне жет деген сөзді көзін тырнап ашқаннан құлағына құйып өскен Сәруар, осыдан 4 жыл бұрын бұған дейін сырын білмеген ата жұртқа көшіп келгенде де саспады. Еңбектене білген жанға Қазақстан түгін тарса май шығатын жер екенін бірден білді. Сұранбады, тіленбеді, ешкімге міндет артпады, қайтып күн көрем деп жыламады, билік есігінің табанын тоздырып көзінің жасын буламады. Егде тартқанына қарамай, білек сыбана іске кірісті. Кеген ауданынан 500 мың теңгеге құлайын деп тұрған ескі саман кірпіштен соғылған үйді сатып алды да, жамап жасқап, кем-кетігін толықтырып, өмір сүруге ыңғайлы баспана тұрғызып алды.
Бұрын мына жақта еді есік. Сонсон мына жерден терезе ашып, мына жақтан 3 бөлме салдым. Біреу аяқ шешер, біреуі монша. Соның бәрін сол нан жауып тапқан табысыңыздан Нан жауып тапқан табысым. жасадыңыз ба? Қандай жақсы, онда сіздің айлық табысыңыз әжептәуір болды ғой. Болады әнде күн көрістім. Зейнетақым 58 мың. Болғандықтан ол ештеңеге жетпейді екен. Сол үшін сазыны қосымша шығардым. Бұл сазының өтімі өте жақсы болды. Сусам жапсырым. Міне, осы бір салғанымды 250 теңгеден апарып сатып жатырмын. Домалақтағанымызды, ортасын тесіп, деп, соның кейін барып нан бітеміз. Мынауыңыз жатқан бір бейнет қой? Бейнет көрмей, зейнет көрішмеді. Осындай еңбекпенен тер төкпей, жұмыс істемей, Табыс қайда дейсіз ғой? табыс қайда. Ерінбей еңбек етсең, құрсағың тояды ғой. Жалғыз өзіңіз осыны жасайсыз ба, жоқ болмаса көмекшіңіз бар ма? Көмекші жоқ, осындай өзім жалғыз істеймін. Көмек жасам, күн көтермейді. Мына енді 11 күлше жасадыңыз. 11 орама сансы шығады ғой бұдан. 11 орама сансы шығады. Соның бір орамасын қаншадан сатасыз? 250 теңгеден. 2,5 мың, 10 орамаңыз 2750. Бірақ 2750-ге болады, мынаның бейнеті көп қой мұның. Бейнеті көп. Бұдан табыс табу үшін күніне 11 күлше емес, 31 күлше жасау керек шығар? 41, 51 сондай жасап апарып сатып тұрдым менде. Кешке дейін жасайтын болдыңыз ба сонда қалай? Жоқ, өте кеш болмайды. Түске шейін жасап болам, түстен кейін магазинге апарып қоям. Күнделікті сансыңыз күнде өтіп кете ма? Күнде өтіп кетеді. Айттарда, мереке мейрамдарда көбірек тапсырыс болады. Мына мәшіне тігуді қайдан үйрендіңіз? Көп болды ма? Жас кезіңізден үйрендіңіз ба? Осы құрақты қалай бастадым, мәшінемді қолға солай алдым. Сонда қанша жасыңызға келгенде мәшіне тігуді үйрендіңіз? 60 жастан бері қарай үйреніп жүрмін ғой. Өнерді үйрену еш уақытта кеш емес екен ау? Еш уақытта. Білімді қай уақытта болса да үйренгелі болады екен. Мәшінеменен құрақ құрап, мәшіне тігіп, бұрын бұны кәсіп етпеген. Енді жағдайдың барысында бұны өздігімнен үйреніп, бірін бұзып, бірін түзеп жүріп үйреніп алдым. Осыдан табыс көзін тауып жатырмын. Артық қиындыларын алып тастаймыз. Сіз туып өскен ауылда құрақшылар көп па? Көп. Өзімнің екінші апайым құрақты жақсы құрайтын. Құрақты кесте, қол кесте бәрін жақсы тігетін. Ал енді сол кісілерден кесте тігуді де үйрендім, қол кесте тігуді де үйрендім. Әсілі бұрынырақ тігімшілікті осындайдардан шұғылданған болсам, бұл уақытқа шейін менде керемет болып кеткен. Зейнеттегі жанды тынымсыз еңбекке жетелейтін екі жай бар. Біріншісі, өмірге деген сүйіспеншілікті есте ұстау, ұшқыр ойлау қабілетімен ширақтықтан ажырап қалу қорқынышы. Екіншісі күнкөріс қамы. Істің көзін таба алмайтын, жігерсіз, ерік күші әлсіз адам өзінің қоңырқай тұрмысына кінәлілерді іздеумен күн өтеді. Ал Сәруар сияқты тағдырдың ыстық суығына пісіп жетілген жан, қол аяғы сау қауқары бойында тұрғанда өз өмірі үшін өзгеге міндет артпайды. Мына құрақты ананас құрақ деп айтады. Осындай неше түрлі құрақтарды құрап жатырмын. Жебе құрақ дейді. Өстіп өзімнің талантымменен құрап жүрмін. Мынау береке,
Мынау мүйіз құрақ дейміз. Мына құдық құрақ деп отырамыз. Арт жағыңызда тұрған құрақ көрпені өзіңіз құрадыңыз ба? Өзім құрадым. Мал енді екінші рет құраған құрағым былай. Енді Гүлнар қызым, Айшолпаным, міне менің мақсулатым былай бопты. Ай Гүлнар, еңбегім жақсы бопты, мақсулатым. Міне енді балаларға салат жасап. Мына дегеніңіз мінекей капуска дейміз. Өнімі қалай болар екен де терсем, твай бұл да жақсы болып жатыр. Мынаның арасына жүсай егіп едім. Жүсайымда міне кәдімгідей, міне жүсайым кәдімгідей бопты. Мына қызылжанда міне. О, қызылжаныңыз үлкен болыпты. Жақсы бопты. Керемет бұл да болыпты. судың арқасы ғой. Мынауым сәбіз. Енді бұл әзір пыса қойған жоқ. Мына біреуін жылып көрейін. Бұлай бопты. Мына Алланың жер адамның еңбегін жемейді деген. Енді осы жерге сіз жылыжай салам деп отырсыз. Ондайда жоспарларыңыз бар көрінеді. Жылыжай салып, неше түрлі қызғанақ, бұрыш, сос сияқты, қызыл бұрыш, сос сияқты өнімдер салсам жақсы бола ма деп неғып еді. Мына жердің жақсы, құнарлы топырақ жақсы, құнарлысыз екен. Енді жыл болып қалар, мынаған қарағанақты анша жаман емес екен. Енді еңбегімді көрген сайын мен қызық кетем өзім. Өзім кішкентайымнан осылай істеп үйренгенмін. Қытайда тұрғанда да осындай бақша салып, осындай елге маған бір мүшек берші, маған бір бәленіңмен берші дегізбей өз күнімді өзім көріп, 5 баланы үлкейтіп, оларды оқытып, қатарға қосып, осының барлығы еңбек еткендікі. Еңбек болғанда қандай еңбек десеңізші? Үнемі істеп тұрсам. Өмірдің жалына дәп осылай жармасты, дәп осылай тұрмысты. Тамыры бітіп өте. Ақыры, тамыры тереңге бойлаған дүлей тірлікті түбірімен қопарып қолына қондырды. Менің еңбегім таң атқаннан кеш батқанша істемеймін. Салқын-салқындарда істеп, судың жақсы қойып, шөбін жұлып, неғып едім мінекей. Бұлай жақсы өнім алыптым. Бұған өте қуанышты болып тұрмын. Өстіп, балаларға да ауыртпашылығымды салмай, осындай жұмыстарменен өз күнімді өзім көріп, тіршілік етіп жатырмын. Бір жағы денсаулыққа жақсы көмектеседі. Бір жағы балалардың қолына қарамай дегендей. Осындай денсаулығымның барлығында өстіп еңбек етіп ерінбей, елге алақан жаймай дегендей. Осындай еңбекпенен шұғылданып жүрмін енді. Алла денсаулығым жақсы қылса, өнімім де жақсы болып қалар. Сәруар осы алақандай ғана 5 сутық жерінен 8 қап картоп, 2 қап сәбіз, 1 қап қызылша алды. Өзіне жетіп жатыр. Еңбегімнің нәтижесін үйге келген қонақтар бар, қыздарым бар. Осыларға осының дәмін татып, көріп, ең алғашқы картошкемнің дәмі қандай болады екен, енді осыны балаларыма көрсетейін. Айшолпаным, міне, картошке бұлай бопты. Сірә, әйел жаратылысы мықты ма деймін. Мына Сәруарға қарамайсыз ба? Тым ерте жүдеу тартқан ғұмырының, тұманданып жерге шөккен мұңлы лебін ысырып тастап, қара судан қаймақ қалқи білді. Мемлекетті дамытатында осындай еңбекқор жандар. Айтпағым осы еді.